Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Бүгінгі қасиетті жұма намазымыз, жұма күнгі дұғаларымыз, жақсы тілек дұғаларымыз қабыл болсын. Еліміз аман, жұртымыз жан-жақты болсын деп сұрайықшы, тыныш болсын десек, біз тым жуас болып кетеміз. Мәселе жуас болмай ашуланып жүрсін дегенде емес, жалпы жан-жақты болыңдар деген, мұсылман жан-жақты болу керек деген. Сондықтан еліміз аман, жұртымыз жан-жақты болсын деп сұрауды қолға алайық ағайындар. Біз әйтпесе жаңағындай жылқы мінезді дегенмен де қойдың етін жегеннен кейін қой сияқты болып жаңағындай өте момын болып кеттік. Сондықтан ешқандай ұрыс керіс болмайын қойсын. Просто қазағымыз жан-жақты болса, мысалға шустрый дейді ғой, шустрый болсақ, Құдай бұйырса жаман болмаймыз, иншалла. Мәселе билікке қарсы шығу, көтеріліске баруда емес, просто жан-жақты болуымыз керек. Пысық әрі ширақ болу керек. Жарайды ағайын. Мен қазіргі түсіріп жатқан видеомда айтайын деген мәселем, қазір өздеріңіз көріп отырсыздар, мынау елімізде топан су басып, сұмдық болып жатыр. Мынау 80 жылда емес, мынау одан да көп жылда болмаған нәрсе, мынау сұмдық. Бұл нонсенс. Қазір 9 облысты да басып жатыр дейді. 9 облыс дегеніңіз Қазақстанның өзі 9-10 облыстан тұрады өзі. Сол облыстар басып жатқаннан кейін ол масқара нәрсе. Мынау бір Алла сақтасын, бұл Аллах тағала қаһарланбасын. Аллах тағала қаһарланса, бұл өте жаман нәрсе болады, өте қиын болады. Адам шығыны болып жатқан жоқ. Қайта Құдайға шүкір, бірақ та алдында бір кісі баласымен суға батып кетті, суға кетіп қапты деп естідік. Сондықтан ағайындар, мынау айтайын деген, біз енді мұсылман еліміз ғой, өздеріңіз білесіздер, Құдайға шүкір. Сондықтан еліміз үшін дұғада болайық. Дұғада болғанда да мына имам бауырларымызға, ұстаз бауырларға айтайын дегенім, жаңағындай жұма намазда, немесе жаңағындай құтта намаздардың уақыттарында келген кезде дұға қылып, мына еліміздегі жаңағы топан су тоқтаса екен деп дұға қылайық ағайындар. Тахажжудке тұрып, намаздың алдында, намаздан кейін, парыз намаздан кейін дұға қылып тоқтатуымыз керек. Мына судың кешегі Құлсары жаққа ағып жатқан судың легін көрсек, масқара ағып жатыр, сұмдық ана. Құдай сақтасын. Ол еще басы ғана деп отыр. Тағы да келуі мүмкін деген сияқты. Сол бар, соңген жағы тағы да алдында ғана бір бауырларымыздың айтып видео түсіріп жатқан жерін көрдік. Ол қандай видео дегенде, ол жерде анау жел қатты соққан кезде бір бауырымыз тұра қалып азан шақырды. Азан шақырған кезде, жаңағы азаннан кейін ана жел сап тыйылды. Соң қазір как раз мына ұстаздарға, имам бауырларға өзім бір үндеуімді жолдасам деп отырмын. Мына қазір қай жерде қатты су тасқыны болып жатыр, қай жаққа су қатты көп келіп жатыр, сол жақтарға ерінбей барып, сол жерлерде бір кісіден, немесе кезекпен кезек бір кісіні қойып азан шақырыңыздар. Азан шақырып, мына судың келуін легін тоқтатыңыздар. Тоқтатуға дұға қылайық ағайындар. Мынау болмаған нәрсе, мынау сұмдық екен, қиын нәрсе. Бұл қайта адам шығынсыз болып жатыр. Ал адам шығынымен келетін болса, ол сұмдық болады. Өзіміз 20 миллион халық содан қырылатын болса, Құдай сақтасын, сұмдық болады. Алла сақтасын. Сондықтан сол айтайын деген ағайындар, еліміз, жеріміз үшін дұғада болайық. Халқымыз аман, жұртымыз жан-жақты болсын. Алла бұйырса Қазақстанымыз мықты мұсылман держава болатын болсын ағайындар. Жақсылықта болайық, жақсы дұғада болайық. Ассалаумағалейкум, рахматуллахи ва баракатуху. Жұма қабыл болсын.